Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі жасайтын зертханалығымыз альдегидтер мен кетондардың химиялық қасиеттері. Бірінші тәжірибе күміс айна реакциясы. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, күміс нитраты, натрий гидроксиді, аммиак ерітіндісі және де формальдегид. Құрғақ сынауыққа 3-4 тамшысы күміс нитратын қосып аламыз. Оның үстіне натрий гидроксидінің 3-4 тамшысы қосамыз. Қара қоңыр түсті тұнба түзіледі. Тұнба ерігенше аммиак ерітіндісін қосып шайқаймыз. Қоспаның үстіне 3-4 тамшы формальдегид ерітіндісін қосамыз. Сынауықты 5 минут су моншасында қыздырамыз. Күміс гидроксидінің аммиакты кешені металды күміске дейін тотықсызданып, сынауықтың қабырғасында күміс пайда болады. Екінші тәжірибе формалиннің сапалық реакциясы. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, формалин, концентрлік күкірт қышқылы. Құрғақ сынауыққа 1 мл 0,5% формалин ерітіндісін құйып аламыз. Оның қабырғасына 1 мл концентрленген күкірт қышқылын абайлап қосамыз. Екі сұйықтықтың шекарасында таңқурай түсті сақина пайда болады. Үшінші тәжірибе формальдегидті мыс гидроксидімен тотықтыру. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, натрий гидроксиді, мыс сульфаты және де формалин. Құрғақ сынауыққа 2 нормальды натрий гидроксидің ерітіндісінің 6 тамшысын тамызамыз. Оған 3 тамшы мыс сульфаты ерітіндісін қосамыз. Осылайша көгілдір тұнба мыс гидроксиді түзіледі. Сынауыққа 3 тамшы 40% формалинді қосамыз. Ерітіндіні қыздырамыз. Төртінші тәжірибе спирттерді тотықтыру арқылы сірке альдегидін алу. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, калий бихроматы, күкірт қышқылы, дистилленген су. Құрғақ сынауыққа 0,5 грамм калий бихроматын саламыз. Оның үстіне 2 мл күкірт қышқылын құйып, сынауықтың аузын газ өткізгіш түтікшесі бардығынмен жауып, шайқап штативке бекітеміз. Газ өткізгіш түтікшенің ұшын 2 мл суы бар қабылдағыш сынауыққа саламыз. Қабылдағыш сынауық салқын суы бар стақанда тұруы керек. Қоспасы бар сынауықты жайлап қыздырамыз. Содан соң сынауықтан газ өткізгіш түтікті алып, қыздыруды тоқтатамыз. Қабылдағышта сірке альдегидінің өткір иісі сезіледі.
Бесінші тәжірибе альдегидтердің фуксин күкірт қышқылымен реакциясы. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, фуксин күкірт қышқылының ерітіндісі, құмырсқа альдегиді, сірке альдегиді және концентрлі тұз қышқылы. Құрғақ сынауыққа 1 мл фуксин күкірт қышқылының ерітіндісін құямыз. Оның үстіне формалин ерітіндісін қосамыз. Ерітінді қызыл күлгін түске боялады. Боялған ерітіндіге 0,5 мл концентрлі тұз қышқылын қосқанда, бояу қанық күлгін көк түске айналады. Алтыншы тәжірибе натрий нитропрусидті ацетонды анықтау үшін сапалық реакция. Қажетті құрал жабдықтар мен реактивтер: сынауық, натрий нитропрусид, ацетон және де натрий гидроксиді. Құрғақ сынауыққа натрий нитропрусид ерітіндісінен 5 тамшы тамызамыз. Оған 1 тамшы ацетон қосамыз. Түзілген қоспаның үстінен натрий гидроксиді ерітіндісінен 2 тамшы тамызамыз. Нәтижесінде қызыл күлгін түс пайда болды. Назарларыңызға рахмет.